О адамдар, тақуалыққа жету үшін өздеріңді және өздеріңнен бұрынғыларды жоқтан жаратқан Раббыларыңа құлшылық етіңдер. Ол сендер үшін жерді төсеніш, көкті күмбез етті. Көктен жаңбыр жаудыру арқылы сендерге ризық етіп жерден алуан түрлі өнім шығарды. Осының бәрін біле тұра Аллаға өзгелерді тең көріп, серік етіп қоспаңдар. Егер құлымызға түсірген Құранның ақиқаттығына шәк келтірсеңдер, қане соған ұқсас бір ғана сүрені ойдан шығарып көріңдерші. Сондай-ақ егер Мұхаммед оны өз ойынан шығарған деген сөздерің рас болса, онда сол бір ғана сүрені ойдан шығару үшін Алладан басқа өздерің сенетін бүкіл медеткерлеріңді, шайырларың мен пұттарыңды жәрдемге шақырыңдар. Оны істей алмасаңдар, расты істей алмайсыңдар. Ендеше кәпірлер үшін әзірленген отына адамдар мен тастардан тұратын тозақ отынан Аллаға, елшісіне және Құранға иман келтіру арқылы сақтаныңдар. Уа Мұхаммед, иман келтіріп, игілікті істер атқарғандарды сүйіншіле, шүбәсіз олар үшін жайқалған жасыл бауларының арасы мен заулым сарайларының түбінен өзендер ағатын жаннат бақшалары бар. Оларға ризық ретінде сол жердің жемісінен ұсынылған сайын. Бұл бізге бұған дейін де осы жаннатта екі дүниеде берілген ризық ой деседі. Негізі олардың дәл өзі емес, ұқсасы беріледі. Сырттай ұқсағанмен ләззаты өзгеше болады. Олар үшін жаннатта пәк жұбайлар бар. Олар онда мәңгі бақи тұрақтап қалады.